Анау Zoom қостың. Иә, Zoom анау екінші телефонда қосылып видеоға да көрсетеді. Ол тыңдауға қатысушыларды тіркеу басталсын, анау жерде тіркеу журналы бар, сол жерде жазып белгілеп не қойыңыздар. Көрініп тұрсын жүрген кезде. Оны бастасақ, құрметті қала тұрғындары, бүгін компания Red жауапкершілігі серіктестігі Шымкент қаласы Қаратау ауданы 243 квартал 133 ғимарат мекенжайы бойынша кірпіш зауыты бойынша екінші санаттағы объект үшін әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған материалдары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өткіземіз. Қоғамдық тыңдауға төрағалық жасайтын менің есімім Оралбеков Тимур Құрбанұлы, Шымкент қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасы экология бөлімінің бас маманымын. Қоғамдық тыңдаудың ережесіне сәйкес біз хатшы сайлауымыз керек. Кімде қандай ұсыныс бар? Хатшы есебінде мен өзім ұсынамын. Есімім Дүйсенбай Руслан. Осы жобаланып отырған жобаның жобалаушысы мен боламын. Қоғамдық тыңдаудың ережесіне сәйкес регламентті келісіп алуымыз керек. Баяндамашыға проект бойынша 5 минутқа дейін, сұрақ, жауап, ұсыныстар білдіруге 2 минут жететін шығар деп ойлаймын. Келісесіздер ме? Онда регламентті келісіп алсақ, онда баяндамашыға сөз керек. Проект бойынша. Саламатсыздар ма? Тағы бүгін тақырып жоғарыда аталып өткендей компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Шымкент қаласы Қаратау ауданы 243 квартал 133 ғимарат мекенжайында орналасқан кірпіш зауытының екінші санатты объектісі үшін әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған материалдар бойынша өтілейін деп отыр. Баяндаманы оқып өтсем, жалпы компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігі негізгі қызметі ГОСТ 530-2002 стандартына сәйкес өлшемдері 250-120-65 мм, 250-120-138 мм өлшемдегі керамикалық күйдірілген кірпіш пен кірпіш өндіруден тұрады. Бұл өнімді жергілікті шикізат топырақтан жасалынады. Кірпіш зауытының өндіріс қуаты жылына 8 миллион деп күтілген. Бұл бір кірпішке жұмсалатын көмір шығынын 300 граммды құрайды. Жұмыс режимі тәулігіне 24 сағат мүмкінділікке ие, жылына 365 күн жұмыс жасау қуаттылығына ие. Жалпы көзделіп отырған объекттің экологиялық санатын айқындалуына келетін болсақ, кірпіш зауыты жоғарыда аталған мекенжайда орналасқан компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кірпіш зауыты экологияға теріс әсер ететін объектілердің санатын айқындау туралы шешімге сәйкес Шымкент қаласының экология департаментінің 2021 жылы 18 тамыздағы шешіміне сәйкес екінші санаттағы объектіге жатқызылған. Сондықтан да қазіргі таңда экологиялық рұқсат қағазын 2025 жылдың басында экологиялық рұқсат қағазы тоқтатылып, алдыңғы экологиялық рұқсат қағазының күші аяқталғандықтан жаңа экологиялық рұқсат қағаз алуды көздеп қоғамдық тыңдалым өтілуде. Санитарлық жіктелуіне келетін болсақ, өндірістік объектілердің санитарлық қорғау аймағын белгілеуге арналған санитарлық эпидемиологиялық талаптар Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің 2022 жылы 11 қаңтардағы КРДСМ номер 2 бюромен бекітілген кірпіш өндірісі қызыл силикатты керамикалық және отқа төзімді өнімдер жалпы қауіптіліктің екінші классына жатқызылып, санитарлық қорғау аймағының көлемі 500 метр деп белгіленген. 4-ші бөлім 15-ші тармақ 8-ші тармақша. Жалпы компаниялардың негізгі қызметі сол кірпіш зауытын кірпіш өндіру, кірпіш зауыты болып табылады. Кірпіш зауытының орналасқан аймағына келетін болсақ, кірпіш зауыты орналасқан Шымкент қаласы жоғарыда аталған 203 квартал 133 мекенжай учаскеде орналасқан. Мемлекеттік актіге сәйкес жалпы жер учаскесінің жалпы жер көлемі 246 гектарды құрайды. Бұл жер аумағы барлық жағынан бос аймақпен шектеседі. Ең жақын ауыл батыс объектіге батыс тараптан 634 метр қашықтықта орналасқан жилой массив Сайрам ауылы кіреді. Жатады ең жақын ауыл есебінде сол қатысты. Яғни объектінің санитарлық қорғаныш аймағында ешқандай тұрғын үйлер мен жаңағыдай экологиялық ерекше қорғалатын аймақтар кірмейді. Бұл жер аймағы кәсіпорын орналасқан аумақта жақын орналасқан объектілерге тоқталып өтетін болсақ, солтүстік шығыс бағытта Сайрам санатория, бірде 73 км орналасқан, батыс бағытта ауыл тұрғындары орналасқан, ауыл жилой массив, яғни оңтүстік батыста Сайрам тас өндірістік аймағы, ол 1,5 км қашықтықта орналасқан, солтүстік батыста Қызылсу елді мекені 1,46 км қашықтықта орналасқан. Жалпы жер учаскесі құрылыс нысандарынан және жасыл желектерден бос, жақын маңда жер үсті су объектілері жоқ. Объект су қорғау аймағына және
ерекше экологиялық қорғалатын аймаққа кірмейді. Картадан қарап болсаңыздар болады, ең жақын аймақ көрсетілген. Ал енді объектінің жұмыс барысына тоқталатын болсақ, кірпіш зауыты жоғарыда аталғандай негізгі кірпішті топырақтан өндіріледі. Топырақты бастамашының ақпараттарына сәйкес топырақ карьерлерден сатып алынады деп күтілген, яғни сол бойынша жұмыс жасалынады, келісімшарт бар карьер иелерімен. Сатып алынған топырақтар кірпіш зауытының өндіріс қуаты жалпы жылына 8 миллион дана кірпіш, жоғарыда аталып өтті. Негізгі шикізат ретінде сайрам карьерлерінен алынған тау жынысы, яғни топырақтар мен шөгінді тау жыныстар топырақтардан кірпіштерді, саз балшықтарды жасай отырып кірпішті күйдіру арқылы кірпіш өнімін өндіруді көздейді. Кірпіш өндіру барысында атмосфералық ауаға шығарылатын ластауыш заттардың негізгі процесс жұмыстарынан тоқталып өтетін болсақ, бұл технологиялық желі кірпішті күйдіру, түнелді пеште көмір қоймасы және кірпішті кептіру алаңдарынан атмосфералық ауаға шығарындылардың жалпы алаңдары деп күтілген. Кірпіштің өндіретін технологиялық желіде көмір бункері, саз бункері, транспортер арқылы ұсақтағышқа жеткізіледі. Яғни сырттан алып келген топырақтар бірінші 2-3 деңгейлі ұсақтағыштан өтеді. 3 деңгейлі ұсақтағыштан өткеннен кейін барып қана транспортерлер арқылы бұл кірпіш зауытындағы майланған топырақтарды су карьерден жалпы көлемде жүк көтергіш, жалпы топырақ карьерден көлемде жүк көтергішпен қазылып, қораптық неге түсіріледі. Объект аумағына әкеліп бункерлерге тасталынады топырақтар. Транспортерлер арқылы дровилкалерге түседі. Жалпы дровилканың күндік уақыты, жұмыс уақыты 8 сағатты құрайды деп күтілген. Бұл бірінші кезектегі дровилка 5-10 мм фракциясына дейін ұсақтайды. Екінші ретте вальсовый дровилкаға келетін болсақ, оның 2 мм-ге дейінгі масса ұсақтауы күтілген. Жалпы кірпіш шикізатын қалыпты бөлімінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз еткеннен кейін барып, кірпіш топырақтарды қалыптарға құятыннан алдын су қосу арқылы топырақ сазды қыштың формасына келтіру үшін су араластыру арқылы дайындап алады. Одан кейін барып формаларға құйылады. Формаларға құйылғаннан кейін пресстеліп кептіру алаңдарына жіберіледі. Кірпіш шикізатын кептіру және механикалық беріктігін қамтамасыз ету үшін олар арнайы схема бойынша кептіру сеткалары арқылы салынып, түнелдерге кептіргіштерге жіберіледі. Түнелді кептіргіш, жасанды кептіргіш мұнда механикалық байланысқан су буланады, яғни ылғалды кірпіштің кептірілу процесі жүріп отырады. Жалпы кептірілген кірпіштердің кептіру аяқталған соң олар кальциевый пешке, яғни кальциевый пешке ең маңызды пешке барып орналастырады. Қатаң суға төзімді және тасқа ұқсас құрылым беру үшін тасымалданады. Кальциевый пеште эллипс тәрізді жалпы формадағы пеш, оның каналдары тұрақты және күйдіру, яғни пісіру объектік аймақ үздіксіз қозғалады. Күйдіру пешінде отын ретінде қарағанды көмірі қолданылады. Ол зауытқа автокөлікпен жеткізіледі және қоршаулы жерде сақталады. Қойма құрылу, тиеу түсіру және көмір сақтау жұмыстары жүргізу кезінде атмосфераға органикалық емес шаңдар түзіледі. Кірпішті объекттердің жалпы 4 процесстен тұрады. Ол 930-980 градусқа дейін күйдіру көзделген. Яғни 4 процессті айтып өтетін болсақ, механикалық судың булануы 100-200 градусқа дейін буланады. Одан кейін химиялық байланыс судың булануы өзгерістерге түседі 209 градусқа дейін. Қышқылдану және қыздырудың максимал температураға дейін жетуі 980 градусқа дейін жүреді. Өнімнің салқындатылуы дайын болған өнімдерді 500 градусқа дейін түсіріліп салқындатады. Салқындату аймағынан кірпіш түсіргіш құрылғылар арқылы шығарылып, дайын өнім сұрыпталып, маркалар бойынша қаптарға әр поддондарға теріп орналастырылады және дайын өнім қоймасына жіберіледі. Одан әр тұтынушының сұранысына қарай сатылымға шығарылып отырады. Ал жалпы атмосфералық ауа шығарындыларға келетін болсақ, жалпы объектінің инвентаризация, яғни атмосфералық ауа шығарындыларын түгендеу жүргізу барысында объектіден 16 зиянды ластау көздері анықталды. Оның 14-і ұйымдаспаған, 2 ұйымдасқан көз анықталған. Ұйымдасқан көздің негізгі біріншісі ол бізде жаңа сақиналы, яғни кальциевый объекті күйдіру пеші. Ол бізде жылына, ол жерден шығатын атмосфералық ауаға көмірді жаққаннан кейін, қышты кептіру барысында көмірді жаққаннан кейін атмосфералық ауаға азот диоксиді, азот оксиді, күкірт диоксиді, көміртек оксиді және де биорганикалық шаң шығатыны күтілген. Жобада арнайы газ тазарту қондырғылары қарастырылмаған,
тек қана туннельді шахта арқылы табиғи жолдан шаңның 90%-ке дейінгісі атмосфералық ауаға шығарындыларынан бұрын түсіп залалсыздандырылатыны күтілген. Екінші ұйымдастырылған көзге келсек, ол бізде қазандық, яғни осы зданияны жылытуға неге арналған пеште айтылған, ал қалғандары бізде ұйымдастырылған көз. Жалпы атмосфералық ауаға шығарындылардың жалпы жылдық көлеміне келетін болсақ, 18 көзден атмосфералық ауаға шығарындылардың жалпы көлемі жылына 5-9 грамм секунд және жылына 153 тонна шығарындылары күтілген. Мына суретте қарасаңыздар, атмосфера кірпіш зауытының санитарлық қорғаныш аймағы 500 метр. Одан бөлек, яғни атмосфералық ауаға әсерін есептеу барысында жалпы анықталған әсер ету аймағы күтілген. Әсер ету аймағы объектінің санитарлық қорғаныш аймағының ішкі жағында орналасқандықтан халықтың тұрмыс тіршілігіне кері әсері тиюі күтілмеген, яғни күтілмейді. Объектіде орналасқан шығарындылардың көздері картада көрсетілген. Жалпы суға қажеттіліктеріне келетін болсақ, қызметкерлердің шаруашылық пайдалану су тұтыну көлемі жалпы объектінің суға қажеттілігі жылдық көлемі пеш топырақты сумен араластырып ылғалды дайындау барысында қажет болатын жалпы судың көлемі 26.792 метр куб суды құрайды. Ал осы жерде қызмет жасайтын 25 адамның су тұтынуы жылына 228 метр куб суды қажеттілік болады деп күтілген есеп бойынша, нормалар бойынша. Қалдықтарға келетін болсақ, объектінің жұмыс істеу барысында түзілетін жалпы қалдықтардың жалпы көлемі 995,95 тоннаны құрайды. Бұл жерде негізгі қалдықтардың бірі бізде объектіде пайда болған кірпіштің сынықтарынан түзілетін кірпіш қалдықтары. Ол бізде қауіпті емес қалдықтар сыныбына жатады. Оның жалпы тоннасы 812 тоннаны құрайды жылдық көрсеткіші. Оны екінші қайта өңдеу немесе сол күйінде пайдалануға жаратуға ниетті мекемелерге өткізу күтілген. Одан бөлек техникалардың осында жүргізілетін ремонттық жұмыстар барысында түзілетін маталар, майлар және де басқа да материалдар күтілген. Және одан бөлек осында жұмыс жасайтын қызметкерлерден түзілетін коммуналдық аралас қалдықтар түзіледі деп күтілген. Ал пешке көмір жаққаннан кейін түзілетін қалдықтар, ол күл қалдықтары, оның жалпы көлемі жылына 175 тоннаны құрайды. Жалпы тақырып осы атмосфералық ауаға қалдықтардың түзілу нормасы және де суға қажеттілігі объектінің осы жобада айтылып отыр. Бұдан бөлек біздің жобада объектінің несі айтылып өткен, іс-шаралар жоспары қарастырылған. Іс-шаралар жоспары бойынша оны да айтып өте салайын. Жалпы экологиялық рұқсаттама алу барысында ең маңызды құжаттардың бірі сол іс-шаралар жоспары біз тоже қарастырғанбыз. Бұған тоқталатын болсақ, ол жерде негізгі 6 іс-шаралар жоспары қарастырылған. Ол объект 2 санатқа жатқаннан кейін Шымкент қаласы бойынша экология департаментінде 90 сайын өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы бойынша есептіліктерін ұсынып отыру, яғни нормативтерді сақтау бойынша. Одан кейін жоғарыда қалғандай ең негізгі күйдіру пешінде туннельді шахталық пеш орналасқан, ол 90%-ке дейін очистка, яғни шаңды ұстап қалады өзімен. Ол да бізге іс-шаралар жоспарына қосылған. Және одан бөлек топырақты теу түсіру жұмыстарында жазғы күндері шаң қатты көтерілетін болғандықтан су себу күтілген. Одан түзілетін қалдықтарды тиісті мекемелерге қайта өңдеу немесе жою бойынша жұмыстар жүргізу бойынша өткізу күтілген. Яғни объектінің аумағында қалдықтарды бейберекет шашылуын болдырмау күтілген. Және ең жақын елді мекен немесе осы объектінің ең бос жерлерінде жылына көгалдандыру бойынша жұмыстар жүргізу күтілген. Жалпы 200 немесе 150 түп ағаш отырғызу көздейді. Жасыл желекті дамыту бойынша. Жалпы осы тақырып бойынша баяндама осыдан тұрады. Экологиялық рұқсатты қайта алу бойынша өткізіліп отыр. Баяндама аяқталды. Кімде қандай сұрақ бар? Сұрақтарыңыз болса. Ұсыныс пікір білдіруші. Айтыңыздар. Жергілікті тұрғын ретінде. Қандай
ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз? Сұрақтарымыздың бәрі нормально болсын. Сұрақ жоқ па? Жоқ. Сұрақ жоқ болса, бүгінгі қоғам тыңдауға байланысты хаттама рәсімделеді. Одан басқа мына видеосъемка жүргізіп жатыр. Видеосъемка әлеуметтік желі, интернет ресурстарында, YouTube каналында жарияланатын болады. Онда жобамен келісетін болсаңыздар, қоғам тыңдау аяқталды. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Зумда бізге Зумда бар ма? қосылмады. Көрсетілсеңіз, видео ән Зумда адамдардың қатысушылардың тізімі. Бізде Зумда ешкім қосылмапты. Жарайды, Зумда да аяқтасаңыз болады, видео аяқтайтын болсын.